Бүгін біз 7-ші сынып 2-де 2-ші жаттығуды орындаймыз. Бірінші есепте мына жағдайлар үшін бір қалыпты түсу сызықты қозғалыс графиктерін сызыңдар деген. Бізге берілгені жылдамдық 18 км сағат. Бұны біз метр секундқа айналдырамыз. Ол 5 метр секундқа тең болады. Метр секундқа тең болады. X нолевой 0-ге тең. Енді түзу сызықты қозғалыс теңдеуін бірінші жазып аламыз. Графикті тұрғызу үшін ол бізде x тең болады x нолевой плюс vt. Енді осы теңдеуге мына шамаларды қоямыз, яғни 5 метр секундты 0-ды қойып, мына кестені толтырамыз. Бірінші t дегеніміз бұл метр секундпен өлшенеді. Енді x-ті табу үшін график мынау теңдеуге x 0-дің орнына 0-ды қоямыз, 0 болады. V-ның орнына 5-ті қоямыз, сонда 5 t деген шығады. Осы теңдеу арқылы график тұрғызамыз. Бірінші секундқа кез келген шаманы берсек болады. Мысалы, мен 1-ді берейін. Яғни 1 секунд. 1 секундта мына жерде x-іміз 5-ке тең болады. 2 секундта 10-ға тең болады деген сөз. Яғни 2-ні мына t-ның орнына қоямыз деген сөз. Енді графикке мынау шамаларды енгіземіз. Бірінші 1 секундта ол 5-ке тең. Мына жерге точка қоямыз. Екінші 2 секундта ол 10-ға тең деген сөз. Мына жерде точка болады. Енді осыдан біз график тұрғызуымыз керек. Осы екеуін қосамыз. X тең 5-ті. Жағдайын қарастырайық. Бұл жерде бізде жылдамдық 5 метр секунд, x нолевой 2 метрге тең. Енді мына жерде бірінші кестені толтырамыз. Формуланы жазып қояйын. Тағы да x нолевой плюс vt. Осы жерге x 0-дің орнына 2-ні қоямыз. 2 қосылған, v-ның орнына 5-ті қоямыз. 5t. Енді мен мына жерде 1-ді алсам, жоқта тұрып бірінші 0-ді алайым. 0 секундта, яғни бастапқыда, ол бізде 2-ге тең. 2 метрге тең. Енді 1-ді алсам, 1-ді уақыттың орнына қоямын. Сонда 5 қосылған 2 7-ге тең болады. Енді графикті тұрғызамыз. Бірінші 0 болған кезінде 2-ге тең. X мына жерде деген сөз. 1 болған кезінде 7-ге тең. Мына жерде болады. Енді графикті осыны қосып сызамыз. Қасына жазып қоямыз. Бұның формуласы x тең болады 2 қосылған 5-ті. Жылдамдық минус 3 метр секунд, x нолевой 6 метр. Мына формулаға тағы қоямыз. Сонда x тең болады 6. Мына минусы алдына түседі. Минус 3-ға. Мен 2-ні алсам, бірінші 2 секунд деп алайын. 2-ні қойған кезінде мына t-ның орнына онда 0-ге тең болады x. Одан кейін 4-ті алайын. 4-ті алған кезінде
3-ті 4-ке көбейтеміз, сонда болады 12, 12-ден 6-ны азайтамыз. Яғни былай жазып қояйын, чтобы түсінікті болу үшін 6 азайтылған 3 көбейтілген 4. Мына 4 секундты мына жерге қойдық. Тең болады минус 6. Яғни мына жерде 12 шығады. 12-ден 6-ны азайтамыз. Үлкен санның таңбасы қойылады. Яғни 6 болады. Минус 6 болады. Енді графикке соны саламыз. 2 болған кезінде ол 0-ге тең. X так. Вақыт 2, X 0-ге тең. 4 болған кезінде уақыт 12 минус 6-ға тең болады. X минус 6-ға тең. Минус 6 мына жерде астында болады деген сөз. Сонда мынау график былай төменге қарай кетеді. Бұл бізде X тең 6 минус 3. Есепті шығарамыз. Бізде 2-де 15-ші сурет берілген. Осы сурет бойынша мынау А, Ә, Б, В, Г сұрақтарына жауап беруіміз керек. Бірінші сұрақта А, пойыз координата осінің оң бағытында қанша уақыт қозғалады? Яғни бұл жерде оң бағытты табу керек. Оң бағыт дегеніміз ол плюс жаққа қарай қозғалу. Мына графикте бізде жоғары қарай плюсте қозғалып жатыр. Бұл бізде 2 сағат. Мысалы 1, 2. Мына бөлікті бізде оң бағытта қозғалған деп есептелінеді. Енді А жауабы 2 сағат деген сөз. Екінші әдем қанша уақыт аялдамада тоқтап тұрады? Яғни тоқтап тұру деген сөз ол X, орын ауыстыру 0 деген сөз. Яғни орын ауыстыру өзгермейді. Мына бөлікті қарасаңыздар 120 километр ол өзгермей тұр. 2 сағат бойы 4-тен 2-ні азайтамыз. Сол кезінде осы аралықта ол тоқтап тұрған деген сөз. Тағда 2 сағат болады жауабы. Так, Б-да ол координата өсі бойынша теріс бағытта қанша уақыт қозғалады? Теріс бағыт деген сөз ол төменге қарай кетіп жатыр. Мысалы, мынау бізде біріншінде ол оң бағыт болды. Соған қарама қарсы ол теріс бағыт, мынау төменге қарай. Так, 6 мен 4-ті азайтамыз. Мына бөлікті аламыз, мына бөлікті. 6-дан 4-ті азайтқан кезінде 2 болады. Бұл да 2 сағат деген сөз. Енді В. Оның аялдамаға келген мезеттегі координаталары қандай дейді. В-да бізде аялдамаға келген уақытта қарамыз 120 болып тұр. 120 километр деген сөз. Аялдамада тоқтаған уақыт, тоқтаған координатасы. Пойыздың орын ауыстыруы мен барлық уақыт ішіндегі жүрген жолын анықтаңдар дейді. Жалпы орын ауыстыруымыз бізде 0-ге тең. Өйткені ол мына бөліктен шықты, қайтадан сол жерге қайтып келді деген сөз. Сонда бізде орын ауыстыруымыз 0-ге тең. Орын ауыстыруды осылай белгілейміз. Өйткені ол векторлық шама. Сондықтан ол 0-ге тең болады. Өйткені ол қайтадан өзінің бастапқы қалпына қайтып келді. Барлық жүрген жолы ол бізде болады 240 километр. Неге? Өйткені ол бастапқыда 120 километр жол жүрді и қайтадан обратно қайтты. Есеп бізде төменде 2 дененің бір қалыпты қозғалыс графиктері берілген. Мынау графиктер 2 график.
олардың қайсысының жылдамдығы үлкен, жауаптарыңызды дәлелдеңіздер дейді. Үшті белгілеп қояйын. Так, берілгені Т1 4 секунд, X1 50 метр, Т2 5 секунд, X2 30 метр. Бұның барлығы графиктен алынған, яғни уақыт мына жерде белгіленген. Мысалы 4 болса, X 50, 5 болса 5 секунд 30. Енді осыдан біз жылдамдықтарды тауып аламыз. Жылдамдықтың формуласы жылдамдық V1-дің формуласы S1 бөлінген T1, S-міз ол бізде X1 минус X0 бөлінген T1-ге. Енді бізде X0 ол 0-ге тең болады. Өткен оны бастапқы мына жерден шығып тұр ғой график. Сол үшін X0 0-ге тең болады. Так, V2 сәйкесінше X2 минус X0 бөлінген T2 болады. Тоже сондай, мына жерде X0 0-ге тең. Енді шешуі мынау берілгендердің барлығын формулаға қойып, V1-ді, V2-ні табамыз. V1-міз ол тең болады X1 50-ді 50 метр бөлінген 4 секунд. Жауабы 12,5 метр секундқа тең. Екінші V2-міз ол тең болады X2 30 метр 30 метр бөлінген T2-міз 5 секунд. 5 секунд. Ол бізде 30-ды 5-ке бөлген кезінде 6 метр секундқа тең. Метр секунд. Енді екеуін салыстырамыз. Бұл жерде V1, V2-ні салыстырамыз. V1-міз үлкен болып тұр. Яғни біз дәлелдедік. Бұл графикте, V1-ші графикте жылдамдық көбірек. Бір қалыпты қозғалыстағы материалдық нүктенің T1 2 секунд уақыт мезетінде координатасы X1 4 см, T2 4 секунд мезетінде координатасы минус 1 см болса, материалдық нүктенің жылдамдығын және графигін салу керек. Бірінші жылдамдықтың формуласын жазайық. Жылдамдықты тауып алайық. Ол S бөлінген T. S бізде X2 минус X1 бөлінген T2 минус T1-ге. Осы формуланы қолданып, біз жылдамдықты тауып аламыз. V тен X2-міз бізде минус 1, X1-міз 4, минус 4, бөлеміз T2 4, T1 2-ге. Тең болады, жауабы минус 5 бөлінген 2. Тең 2,5 минус сантиметр секундқа тең. Енді графигін саламыз. График бойынша бізде T1-міз 2 секунд берілген бойынша 2 секунд, X1-міз 4. 2 секундта ол 4 болады. Мына жерден 4-ті табамыз, белгілейміз. T2 4 секундта минус 1. 4 секундта уақыт минус 1. Мына жерде тең болады, мына жерде болады. И осы екі нүктені қосамыз. Слайд түзу сызық сызамыз. Орындаймыз. Бізде теплоход ағыспен 600 км тәулік жылдамдықпен, ағысқа қарсы 336 км тәулік жылдамдықпен жүретін болса, өзеннің ағысының жылдамдығы қандай дейді. Яғни біз бірінші мына жерде километр тәулікті километр сағатқа айналдырамыз. Бір тәулікте 24 сағат бар, сол үшін 24-ке бөлеміз. Сонда жауабы 25
25 километр сағатқа тең болады. 336-ны километр сағатқа айналдырсақ, ол 14 километр сағатқа тең болады. Километр сағатқа тең болады. Ағысының жылдамдығын табу үшін біз ағыспен және ағысқа қарсы жылдамдықтарды азайтып екіге бөлуіміз керек. 25 километр сағатты азайтамыз 14 километр сағаттан. Бөлеміз екіге. Сонда жауабы 5,5 километр сағатқа тең. Ағыстың жылдамдығы осындай.